Тарқилайма заново айтып жібере қойсаңызшы Иә, иә, иә. жаңағылар М, записке. аха. Слайдтарыңыз шықпай қалды, сосын слайдты қойып қайта айтып жібересіз ау, Сарапай? Иә, қазір соңына шығамал біздің компьютеріміз подводить етіп тұр. Көрініп тұр ма бәріңізге? Шықты ма? Болды ма? Запись шықты ма? Құрметті әріптестер, тағы да бір айтып кетейін. Біздің логистика және көлік академиясы Алматы колледжінде бүгін педагогикалық тәжірибе тарату туралы вебинар өткізіліп жатыр. Сіздердің барлықтарыңызды біздің вебинарға қосылғаныңыздарыңызға үлкен рахмет. Енді біз өзіміз вебинардың жұмысын бастайық. Енді бүгінгі вебинардың басты мақсаты әр аттестациядан өтіп отырған өздерін педагогтарымыз, біздің колледж педагогтары өздерінің тәжірибесімен бөлісу, өздерінің тәжірибесін жинақтаған, неше жылдан бері жинақтаған тәжірибесімен, практикалық тәжірибесімен, теорик тәжірибесімен, жалпы өмірлік тәжірибесімен сіздермен бөлісіп, ортаға өздерінің ойларын, өздерінің істеген жұмыстарын, авторлық бағдарламаларын, методикалық нұсқауларын сіздерге көрсетіп, бүгін сол тәжірибесімен сіздермен бөліседі. Ал ең бірінші біздің жалпы әр колледжімізде жалпы осы трансляция педагогического опыта педагогов, распространение педагогического педагогов, осы приказдар, бұйрықтар шықты, директордың қолымен барлығы бекітілді. Барлық біздің аттестациядан өтетін педагогтар өздерін жұмыстарын дайындап, сол бүгін жұмыстарын сіздердің алдарыңызда көрсетіп, өздерінің жұмыстарымен, тәжірибесімен бөліседі. Енді біздің бағдарламамыз, жалпы қазір сіздердің бағдарламаның вообще жалпы авторлықта бағдарламалар бар, және методический нұсқаулар да бар бұның ішінде. Енді кеше Госколледж транспорта и коммуникации да тоже осындай вебинар өтті. Сол вебинарда біздің бірнеше оқытушыларымыз уже өздерінің несімен, нұсқаларымен, методикалық, өздерінің авторлық бағдарларымен таныстырды. Оларды жалпы тек просто айтып кетемін сіздерге, потому что бүгін енді бізде әлі өздерінің тәжірибесін ешқайда шығармаған, әлі өз тәжірибесімен бөліспеген оқытушылардың жалпы солардың жұмыстарымен бүгін танысамыз. Ең бір кеше енді мына жерде сіздер тағы айтып кетейін, бізде жалпы аттестациядан өтетін Байтоллақова Алтынмелис Хамидовна, замдиректор по учебной работе, преподаватель спецдисциплин. Ол кісі кеше уже өзінің тәжірибесімен трансляция опыты жаңағы колледжде өткізді. Маженова Шарипа Радбековна, преподаватель специальных дисциплин, Бекайдарова Бақытгүл Нұрлыбек қызы, преподаватель спецдисциплин, Қуанышбаева Мөлдір Мұрат қызы, преподаватель спецдисциплин, Оскенбаев Азат Қайратұлы, және Жүнісова Венера Думановна, преподаватель казахской языка и литературы. Осы оқытушылардың бүгін жұмыстарымен, жалпы олардың тәжірибесімен танысатын боламыз. Кеше танысып кеткен, кеше трансляция өткізіп кеткен оқытушылардың несіне тоқтамаймыз. Методическое указание, комплексное исследование, характеристики элементов системы автоматического напряжения тягового генератора постоянного тока с использованием магнитных усилителей и генератор-возбудителей на примере тепловоза 2Т10У-УТ. Осы бойынша кеше біздің оқытушымыз, заместитель директора по учебной работе Алтынмелис Хамидовна Байтоллақова уже өз тәжірибесімен бөлісіп кетті. Бүгін енді келесі біздің теледидар негіздері оқулық, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы бойынша білім беру бағдарламасына арналған оқулық. Оны дайындаған біздің Шарипа Радбековна Маженова. Сразу өзінің сол авторлық бағдарламасымен және өзінің методикалық өзінің нұсқауларымен КМ2 кабельдік монтаждау жұмыстарын орындау, кәсіптік модульді бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындау арналған әдістемелік нұсқауларды
таныстырып өтеді. Ол жерде енді Савытарова Мажанова Шарипа Ратбековна, Сағынбай Жанбота Нұрбек қызы өткізеді. Үшінші, сборник методических указаний к выполнению лабораторных практических работ по дисциплине электропитающие устройства ССБ. Бұл жерде авторы Салимова Салтанат Нұрсулановна, Бекайдарова Бақытгүл Нұрлыбек қызы. Осы бойынша, осы авторлық бағдарлама, осы методикалық нұсқаумен кеше трансляция жүргізілген бұл оқытушыларында. Бірақ енді бүгін Бақытгүл Нұрлыбек қызы Бекайдарова өзінің методикалық нұсқаумен методические указания к лабораторным работам по дисциплине основ автоматики и дискретных устройств, ол өзі қазір сіздерді таныстырып жібереді. Бұл жерде енді бірнеше мұғалім бар: Қуанышбаева Мөлдір Мұратқызы, Зани Өскенбаев Азат Қайратович. Бұл барлық мына жаңағы аталып өткен жұмыстардың барлығы ол оқытушылар, арнайы пәндердің оқытушылардың жұмыстары. Бізде тағы общеобразовательный дисциплинада қазақ тілін маманы Жунусов Венера Думановна өзінің авторлық бағдарламасымен қазақ тілі оқулығы және әдістемелік оқулығы қазақ тілін әдістемелік оқулығымен таныстырып жібереді. Бүгінгі біздің мына вебинарға қойылған жұмыстар таңдайтын біздің жалпы осы жұмыстар бойынша енді біз өзіміз жұмысымызды бастайық. Бірінші, теледидар негіздері оқулық бойынша Шарипа Ратбековна Маженова өзінің жұмысымен таныстырады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Демонстрация слайда шықты ма екен? Шықты. Мен логистика және көлік академиясының Алматы колледжі оқытушысы Маженова Шарипа Ратбековнамын. Теледидар негіздері радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы бойынша білім беру бағдарламасына арналған оқу құралы. Осы оқу құралымен таныстырып өтпекпін. Біз осы 2025 жылдың 21 ақпанында қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығына осы электронды түрде оқу құралымызды тапсырып, куәлігін алған болатынбыз. Бұл оқу құралы негізінен радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығына арналған. Сол жерден тіркеу номерін алып, сараптамалық кеңестің шешімі бойынша жаңағы автор екенімді растаған куәлікті алған болатынмын. Оқу құралының негізгі мақсаты бұл жерде теледидар негіздері атты оқу құралында теледидардың негізгі физикалық негіздері, бейне параметрлері және сол жерде кездесетін бұрмалар, сол мәселелер қарастырылған болатын, және қысқаша тарихы туралы айтылып кетті. Бұл оқу құралын шығарудағы негізгі мақсат қазіргі кезде теледидардың бізде ақпаратты тарату, теледидар көлемінде де негізгі ақпарат тарату мәселесі теледидарда да жүргізілетін болғандықтан осы оқу құралын жазған болатынбыз. Бұл жерде негізгі жаңағы мақсат қабылдаушы телевизиялық құрылғыларда беру объектісіне сәйкес келетін кескін алу болып табылады. Және бұл оқу құралында қарастырылады кодалау, декодалау, қайта өзгерту, кескінді көзге көрсету және әртүрлі аппаратуралардың жұмыстарымен таныстыру қарастырылған. Телевизия қоғам өмірінде көрермендерді саяси идеялы эстетикалық тәрбиелеу және жан-жақты білім беру тұрғысында аса рөл атқаратын болғандықтан, сол жерде жұмыс істейтін осы мамандарды дайындау мақсатында қарастырылған болатын. Келесі слайдта оқу құралының өзектілігі туралы қарастырып өттім. Бұл жерде көп бағдарламалы теледидарды жүзеге асыру, бұл қазіргі уақытта жердің жасанды серіктері бар, кең қолданып жатқан спутниктік ретрансляторлар бар, солар туралы қарастырылып өтеді.
және негізінен теледидар сан жағынан артумен қатар сапа жағынан да өз дамуында екенін айтып кеткім келіп тұр. Келесі слайдта бұл оқу құралына пікір жазғандар менде халықаралық IT технологиялар университетінің PhD докторы Оспанова Нұржамал Ақбаевна және келесі пікір беруші халықаралық IT технологиялар университетінің Оразымбетова Айгүл Қаныбековна болды. Және халықаралық білім беру корпорациясы НОК дейміз ғой, қазір КАУ университеті мен Казгасаның біріккен организациясы, халықаралық білім беру корпорациясы, сол жердің техника ғылымының кандидаты Жұмағұлованың рецензияларын алған болатынмын. Бұл сол университетте жаңағы хаттамалары жазылды, метод советте қарастырылып, басылымға жіберілді. Антиплагиаттан өтілді оқу құралы, қажетті процентте антиплагиаттан өттік. Оқу құралы сол бастапқы кезде электронды тексеруге берілген болатын, одан кейін Наурыз мерекесінен кейін оқу құралым дайындап шықты. Біраз кітаптарын экземпляр ретінде алынды. Бұл жерде жаңағы оқу құралының титулкасы менен және пікір жазған аннотациясы, түсіндірме жұмыстары көрсетіп отырмын. Келесі слайдта. Оқу құралымен таныстыру барысында мазмұны туралы айтып кететін болсам, оқу құралы 5 тараудан тұрады. Бірінші тараудың өзі 5 бөлімнен және кіріспе мен қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттен және глоссарийдан тұрады. Бірінші тарау ол теледидардың физикалық негіздері тарауы. Ол жерде в основном әртүрлі жарық техникалар туралы сол түсініктемелер келтірілген, теледидардың мәліметтері, қағидалары туралы айтылды, және телевизиялық сигналдардың параметрлері туралы түсіндіріледі бұл бөлімдерде, және телевизиялық сигналдардың пішін мен спектрлары туралы айтып кетеді. Дискреттеу, жаңа айтылып тұрған кванттау кодалау туралы түсіндіріледі. Екінші тарауда оптикалық бейнені электр сигналдарына теледидарлық түрлендіру, яғни қазіргі кезде аналогты сигнал менен оптикалық сигналдар туралы рет мамандығының студенттеріне жетік түсіндіру керектігі түсіндіріледі. Ол жердегі жаңағы диссектор туралы, видикон, плюмбикон туралы және әртүрлі фотоэлектрлік түрлендіргіштер туралы айтылып өтеді. Үшінші тарауда мысалға электрлік сигналдарды оптикалық бейнеге теледидарлық түрлендіру туралы айтып кетеді. Төртінші тарау жаймалаушы құрылғылар туралы. Ол жердегі в основном құрылғылар жаңағы генераторлар, транзисторлар, электрон сәуленің ауытқуы туралы айтылып кетеді. Бесінші тарауда жаймалаушы құрылғыларды және сигнал көздерін синхрондау түсіндіріледі. Кіріспе мүшпетте тұр. Бұл жерде в основном түсіндіріледі ақпарат әлеміне теледидардың кездегі бастапқы негізгі ақпарат таратушы жүйе екендігі түсіндіріледі. Теледидар байланыстың электр құралдарымен қозғалмайтын және қозғалатын кескіндерді нақтылы және өзгертмелі уақыт масштабында беру, оның және қабылдау туралы радиоэлектрониканың негізгі саласы туралы түсіндіріледі. Сонымен қатар теледидар жүйесінің, теледидар қоғамының қазіргі кездегі бастапқы және қазіргі кездегі даму тарихтары туралы түсіндіріледі. Қорытындысынан тұрады және осы рет мамандығында жолығатын қысқартылған сөздер, одан бөлек
әртүрлі орыс тілінен алынған терминдардан біз басқа да оқу құралдарында айтылады. Именно теледидар оқу құралында осы оқу құралына байланысты әртүрлі орыс тілінде, ағылшын тілінде және қазақ тіліндегі терминдарды таныстырып өткен бөлімі бар. Рахмет, бұл оқу құралы туралы болатын ақпарат, және бұл жерде бір-екі суретті қойдым, сабақ жүру барысындағы студенттердің жұмыстары туралы. Келесі біз КМ2 модулі бойынша әдістемелік нұсқауды қарастырған болатынбыз. Шарпек, 1 минут, қазір біздің уақытымыз бітеді. Қазір алдында жіберген ссылкамен қайтадан кіресіздер, әріптестер, жарай ма? Қазір 3 минуттан кейін мына зум бітеді. Рахмет. Шарпек, айта беріңіз, жалғастыра беріңіз. Қазір қайта уақыт басталғанда бастай салмаймыз ба? Уже аяқтады апай өзінің оқу құралын таныстырып. Методичка туралы түсіндіргім келеді енді. Иә. Айта берейік па? Айта беріңіз, сосын быстро подключаться етеді ғой, коллеги, быстро. Заново қайттан кірейік. Ол ссылканы қайда жібердіңіздер? Қайттан, онда шығып қайттан кірейік, әріптестер, жай ма? Ол ссылканы қайда жібердіңіздер? Осы ссылка, мына жаңа алдында жіберген ссылка. Қайта кіреміз, иә? Сол бойынша қайттан кірейік. Рахмет. Өзіміз. Құрметті әріптестер, бастауға рұқсат етіңіздер. Мен логистика және көлік академиясының Алматы колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Сағынбай Жанбота Нұрбекқызы боламын. Бүгінгі таныстыратын әдістемелік нұсқаулық бұл бізде радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының кабельдік монтаждау жұмыстарын орындау кәсіптік модулі бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулық болып табылады. Бұл нұсқаулықты құрастырушылар Маженова Шарипа Аратбекқызы және де мен Сағынбай Жанбота Нұрбекқызы. Біздің бұл әдістемелік нұсқаулығымызға пікір жазғандар халықаралық білім беру корпорациясының техника ғылымдар кандидаты, ассоциацияланған профессор Даниярова Дурия Мұратбекқызы және де логистика және көлік академиясының Алматы колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Әбдіқұл Тоқтар ағайымыз. Бұл кісілер біздің әдістемелік нұсқаулығымызға жоғары деңгейде баға беріп, өз пікірлерін жазды. Енді бұл әдістемелік нұсқаулығымыздың мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл нұсқаулықта бізде кіріспесі және 5 тәжірибелік жұмыс, сонымен қатар әдебиет тізімімен және де қорытындыларда көрсетілген. Бұл негізі бұл әдістемелік нұсқаулық бізде колледж студенттеріне арналған. Бұл әдістемелік нұсқаулықта студенттер әуе байланыс жолындағы бағана тіректерінің әртүрлілігін оқып үйренеді, симметриялы байланыс кабелінің параметрлерін және де коаксиалды байланыс кабелінің параметрлерін есептеуді үйренеді. Сонымен қатар оптикалық талшықты байланыс кабельдерімен танысып, оның параметрлерін есептеу жолдарын қарастыратын болады. Кіріспеде бізде қысқаша айтатын болсақ, енді қазіргі кезде ғылыми техникалық даму дәуірінің арқасында қазіргі информацияны бір жерден екінші жерге тарату кеңінен қолданылатын болғандықтан, бұл әдістемелік нұсқаулықтың маңызы зор болып табылады. Сонымен қатар бұл жерде бізде осы байланыс желілерінің даму тарихы қысқаша көрсетілген. Және де қазіргі таңдағы байланыс жүйелерінің оптикалық талшықты кабельдер арқылы жүзеге асырылатыны, радио және сымсыз байланыс жүйелерінің де үлкен рөл атқаратыны туралы, ғарыштық байланысы, лазерлік технологиялардың пайда болуымен байланысты мүмкіндіктердің айтарлықтай кеңейгендігі туралы айтылатын болады, көрсетілген.
Енді тәжірибелік жұмыстарға, әдістемелік нұсқаулығымыздағы тәжірибелік жұмыстарға тоқталатын болсақ, бізде бірінші тәжірибелік жұмыс бұл жерде әуе байланыс жолындағы әртүрлі тіректерді оқып үйрену тақырыбында. Бұл мақсаты әуе байланыс жолындағы бағана тіректердің әртүрлілігін оқып үйрену. Студенттерге берілетін тапсырма бұл жерде жаңағы тіректердің қойылатын орнына және ауа райының құбылысына байланысты бағана тіректердің бірнеше түрлілігін анықтау. Яғни балалар осы мына жерде қосымша бізде балалардың жұмыс істеу процесі көрсетілген сабақ барысында. Бұл тәжірибелік жұмыста қосымша балаларға осы әуе байланыс жолдарына байланысты толық ақпарат берілген. Ол жерде бізде бағаналардың түрлері, жаңағыдай айтып өткенде қай жерде қолданылатыны, ауа райына байланысты орнатылатыны туралы, мысалы аралық тірек, бұрыштық, кеңейтілген тірек, күшейтілген тірек деген сияқты. Сонымен қатар профильдердің түрі, ілмек па, траверс па, аралас профиль ма, сол туралы ақпарат берілген. Сонымен қатар әуе байланыс жолдарының типтері, әуе байланыс жолдарының кластары, яғни 3 класстан тұратындығы туралы ақпарат берілген. Және де бұл жерде, яғни столбы, жаңа бағана деп жатырмыз, сол жерде қолданылатын құрылғылар біз изолятор, ілмектер, траверстер туралы толық ақпарат, яғни анықтамасы, сол жерде қолданылатын изолятордың түрлері, яғни материалына байланысты, іліну түрлеріне байланысты қандай түрлері бар екені толық көрсетілген. Екінші тәжірибелік жұмыс бізде бұл байланыс кабельдердің классификациялау тақырыбында. Балалар бұл жерде, яғни кабельдерді маркалау. За рулем. Сен любой уақытта складқа бара аласың. Дауысын өшіресіз же Қытайдан жіберсең бірінші ол Алматыға келеді. Дауыстарыңыз қосылып. Через Алматы. Можно еще одну прибор? Да, конечно. Байланыс кабельдерін классификациялау бізде екінші тәжірибелік жұмыс. Бұл жерде жұмыстың мақсаты байланыс кабельдерінің құрылымдары мен оның сипаттамаларына байланысты классификациялануын және олардың маркалану принциптеріне талдау жасап үйрену. Яғни бұл жұмыста бізде студенттер кабельді түрлерін ажырататын болады. Яғни ол кабель бізде қандай материалдан жасалды, оның размері, яғни диаметрі қандай оқшаулау материалдан жасалды, оқшаулау әдісін, тізбектердің есілу әдістерін, кабель қабығының қандай мақсаттарда, қандай жиілікте қолданылатыны туралы ақпарат алатын болады. Сол алған ақпараттарын пайдалана отырып, сол балаларға берілетін тапсырма мына жерде бізде 2:1 кесте көрсетілген. Сол жерде бізде кабельдердің маркалары, мысалы ТГ 102 0,5 деген сияқты марка дайын маркалар жазылған, соған өздері сипаттама жазатын болады. Ол жерде мысалы ТГ деген қандай бізде мағына береді, 100 дегеніміз не, 2 дегеніміз не деген сияқты осындай кабельдерді маркировкасын үйренетін болады. Сонымен қатар жаңағы екінші тәжірибелік жұмысқа бізде осындай қосымша ақпараттар берілген. Бұл жерде бізде кабель, сым, шнурдың бір-бірінен айырмашылығы, яғни соларға сәйкес анықтамалар көрсетілген. Қандай материалдан, мысалы мыс, алюминий, оптоталшық деген сияқты сондай ақпарат берілген. Сонымен қатар мысалы диаметрлері, мысалы жаңа айттық қой, 100 дегеніміз не, 1 дегеніміз не, 2 деген сияқты солардың әрқайсының мысалы миллиметрлерге анықтама берілген. Сонымен қатар кабельдердің жалпы құрылымына суретіне мысал келтірілген. Сонымен қатар тағы кабель сымдарын изоляциялау әдістерінің түрлері көрсетілген. Мысалы түтікше, күрделді деген, тұтас қапталған деген сияқты. Сонымен қатар бұл жерден бөлек су өткізбейтін, жанбайтын деген сияқты әртүрлі изоляциялау түрлері айтылған болатын. Келесі үшінші тәжірибелік жұмыс. Бұл жерде бізде симметриялық байланыс кабелінің параметрлерін есептеу қарастырылады. Бұл тәжірибелік жұмыстың мақсаты симметриялық байланыс кабель тізбектерінің параметрлерін есептеуді үйрену, олардың жиілікке байланысты өзгеруін анықтау болып табылады. Бұл тәжірибелік жұмыста студенттерге берілетін тапсырма, берілген симметриялық тізбек материалдары өлшемі, жиілік ауқымына байланысты кабельдердің біріншілік және екіншілік параметрлерін есептеу қарастырылады. Және бұл тәжірибелік жұмыста студенттердің алдында кабель кесінділері бар, алдындағы жаңағы диэлектрик материалдары, кабельдің неден жасалған туралы бәрін таныс болған болса, енді бұл жерде біз негізінен симметриялық байланыс кабельдерінің әртүрлі параметрлері, жаңағы активтік кедергісі, индуктивтілік кабель тізбегінің жылулығы, оқшаулағышы деген сияқты әртүрлі толқындық кедергісі
жаңа тарату жылдамдығы деген сияқты әртүрлі параметрлерін есептеумен формуласы беріледі және әртүрлі мәндер беріледі. Соған байланысты кабельдердің параметрлерін есептеп, осы таблицаға кестеге жаңа көрсеткіштерін қойып көрсетеді. Келесі төртінші тәжірибелік жұмыста коаксиалды байланыс кабелі есептеу. Бұл тәжірибелік жұмыста да негізгі коаксиалды кабельдер беріледі. Солардың да жаңағыдай параметрлерін есептеу қарастырылған. Бұл жаңа айтып отырған симметриялы және коаксиалды кабельдеріміз сымды кабельдер, сондықтан бұл жерде де жаңа параметрлері сол параметрлер. Келесі бөлімде біз оптикалық талшықты байланыс кабелін қарастырамыз. Алдындағы кабельдеріміз сымды кабель болса, бұл енді жаңа кварцталған талшықтан жасалған шаштың талындай жіңішке екі қабат әйнектен жасалған кабель болғандықтан, бұл жерде негізінен жаңа сәуленің шашырап сынуы көрсетіледі және есептеу барысында бұлардың сыну көрсеткіштері, өзекшесінің диаметрі, толқын ұзындығы, жаңағы әртүрлі шеткі толқын ұзындықтары, сигнал тарату жылдамдығы, апертурасын есептеу, сыну бұрышын дисперсиясын есептеу және әртүрлі өшуліктерді есептеу қарастырылады. Осы оптикалық талшықты кабельдің параметрлерін есептеу барысы бізде осы мамандық бойынша, осы аталып отырған мамандық бойынша курстық жұмыстар да бар. Осы курстық жұмысты бастар алдында осы тәжірибелік жұмыстарды орындау арқылы олар жетік танысып, курстық жұмысты орындауға мүмкіндіктері болады. Бұл жерде енді студенттерге берілетін қосымша ақпарат, дәріс кезінде айтылып кететін қосымша ақпараттар қарастырылып тұр. Онда негізінен жаңағы оптикалық талшықтың құрылымы көрсетіліп тұр. Олардың жаңа өзекшесі, қабықшасы туралы ақпараттар қарастырылып тұр. Жаңағы айтып кеткендей, олардың тоже жаңағы модульдары туралы, талшыққа неден тұратыны туралы, кабельдің бүткіл құрылыстары туралы айтылып кетеді. Сымды кабельге қарағанда оптикалық кабельдің өзекшеліктері туралы таныстырылып кетеді. Қорытындысы, жаңағы методикалық әдістемелік құралдың қорытындысы бар және студенттердің жұмыс жасар кезіндегі әртүрлі бізде А4 форматында жазады және сол жерде әртүрлі берілген таблицалар бойынша жұмыстарын орындап сол жерге енгізетіні туралы, әртүрлі схемалар, кестелер болатындығы туралы түсіндіріліп айтылады. Рахмет назарларыңызға. Сұрақтарыңыз болса. Шарипа Аратбековна, рахмет үлкен. Ал әріптестер, сіздерде сұрақтарыңыз болса, Шарипа Аратбековнаға, Жанбота Нұрбекқызына қойыңыздар. Әлде барлығын жинақтап, сосын сұрақтарды бір жолата бәріне қоямыз ба? Солай, соңынан бір бет. Барлығы, қорғап болғасын жұмыстарын. Жақсы, ондан да келесі бізде Нұрбек, Бақытгүл. Хорошо. Хорошо. Көрініп тұр ма сіздерге? Бақытгүл Нұрбекқызын. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен сіздермен методические указания к лабораторным работам қорғайтын боламыз. Қуанышбаева Мөлдір Мұратқызымен, Өскенбаев Азат Қайратұлымен бірге. Кеше біз авторский программаны, Салимова Салтанат Нұрсұланмен бірге авторский программаны қорғап кеттік. Бүгін методические указаниямызды қорғаймыз. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине основы автоматики дискретных устройств. Специальность автоматизация управления движением на транспорте. Квалификация техника электромеханик. Автор Бекайдарова Бақытгүл Нұрбековна, я преподаватель спецдисциплин, преподаватель высшей категории, магистр технических наук. Өскенбаев Азат Кайратович, преподаватель спецдисциплин, Қуанышбаева Мөлдір Мұратовна, преподаватель спецдисциплин. По нашим работам, методическим работам, нам давали рецензию. Рецензент был преподаватель по специальным дисциплинам высшей категории Салимова Салтанат Нұрсұланна, Алматинский колледж транспорта и коммуникаций, председатель ЦМК и заместитель по практической работе нашего колледжа Азамат Талгатович. Методические указания
к лабораторным занятиям, составленным в соответствии с перечень тем лабораторных работ. Это изучение устройств линзовых светофоров, анализ работы и проверка характеристик нейтрального реле, анализ работы и проверка характеристик поляризованных реле, анализ работы и проверка характеристик комбинированных реле, анализ работы и проверка характеристик импульсных кодовых реле, анализ работы и проверка характеристик гирконовых и трансмиттерных реле, анализ работы и проверки характеристик пусковых реле, индукционных реле, определение характера повреждения и его места в релейной схеме, обработка навыков работы с монтажными принципиальными схемами, испытание трансформаторов СЦБ, сигнализация, централизация, блокировки и регулировка напряжений, испытание преобразователя частоты ПЧ 5025 и проверка его электрических характеристик, испытание и проверка характеристик выпрямителя типа ВАК, выпрямитель аккумуляторного кубруксного. Анализ рельсовых цепей постоянного тока с непрерывным питанием, импульсные рельсовые цепи постоянного тока с релейным дешифратором, анализ работы релейной централизации переменного тока частотой 50 Гц, кодовые рельсовые цепи 50 и 25 Гц, анализ работы фазочувствительной рельсовой цепи 50 или 25 Гц, одиночной рельсовой цепи 50 Гц, анализ работы разветвленной рельсовой цепи при автономной тяге. Хочу уточнить, сказать, здесь у нас рассмотрен 25 лабораторных работ, поэтому у нас много тем и много рассмотрены вопросы. Что у нас конкретно, какие мы сейчас будем рассматривать только одну тему, общую, обобщенно, наша лабораторная работа, как ведутся со студентами. Мульдина Муратовна. Тема изучения устройств линзовых светофоров. Цель работы – изучить устройство линзовых светофоров, научиться различать их виды и место установки. Применяемое оборудование, линзовый комплект, визерные приспособления для наводки линзовых светофоров и третий – макет линзового светофора. Порядок выполнения работы, содержание отчета, теоретические сведения, контрольные вопросы и литература. Содержание отчета. Описать устройство и разновидности светофоров, место их установки, сигнальные показания и назначения различных видов светофоров, конструктивное исполнение линзового комплекта светофорной головки, привести условное обозначение светофоров в схематическом плане при их расстановке на станциях и перегоне. Студенты должны знать назначение основных элементов и принцип действия светофоров, уметь практически выполнять светофоры, уметь производить переключения и анализовать работу линзового светофора. Саламатсыздар. Менің атым Өскенбаев Азат Қайратұлы, арнайы пән мұғалімі, автоматтандыру және басқару. Светофоры являются оптическими сигналами. В зависимости от вида оптической системы светофоры подразделяются на линзовые и прожекторные. Линзовые светофоры для каждого сигнального показания имеют отдельную оптическую систему, линзовый комплект. Прожекторный светофор имеет оптическую систему, совмещенную со специальным механизмом, который позволяет при одной оптической системе получать три различных по цвету сигнальных показаний. Ввиду сложности конструкции и меньшей надежности работы по сравнению с линзовыми светофорами, прожекторные при новом строительстве не применяют. При реконструкции устройств СЦП на станциях и перегонах заменяют их на линзовые. Основной частью светофорной головки является линзовый комплект, который указан на рисунке. Который состоит из корпуса, наружной бесцветной ступенчатой линзы,
Внутренний цветной линзы красного, зеленого, желтого, синего или лунно-белого цвета. Лампа держателя с лампой накаливания. Нить светофорной лампы находится в фокусе линзы комплекта. За счет ступенчатых линз рассеивающий световой поток электрической лампы собирается и концентрируется. Проходя через линзу, светофильтр, световой поток окрашивается, а пройденный через бесцветную линзу преобразуется в прямолинейный сигнальный луч с малым углом рассеивания. Если светофор расположен на кривых участках, то устанавливается линза, рассеивающая с углом рассеивания с 10 до 20 градусов. Дальше у нас на картинке указаны светофоры. По конструкции они являются слева, если посчитать, это мачтовый, посередине маневровый, карликовый, и справа это консольные светофоры. Внедрение устройств автоматики, телемеханики определяется ускорение темпов научно-технического прогресса, исследования. Проектная конструктивная организация выполняет исследования и разработки в области совершенствования, эксплуатирования, создания новых систем. Внедрение новых систем и совершенствование эксплуатируемых автоматики и телемеханики является основной для решения перспективных задач комплексной автоматизации и механизации перевозочного процесса на железнодорожном транспорте. Это было у нас заключение. Если будут вопросы, можете в конце задавать нам. Спасибо за внимание. Жақсы, рахмет үлкен. Келесі біздің баяндамашымыз қазақ тіл әдебиет пәнінің оқытушысы Жүнісова Венера Думановна. Сізге сөз, Венера Думановна. Кімге? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қазір қосылайын. Қосылды ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Жоқ, әлі ашылмады. Көрінген жоқ, ашылмады әлі. Файлды ашсаңшы, апай. Аштым ғой. Жоқ, көрсетілмеді. Жоқ, ашылған жоқ әлі. Венера Думанқызы, бірінші демонстрация қоймайтып, рабочий столға сақтап алыңызшы, шығарып, содан кейін демонстрацияны бастаңыз. Енді көрінді ма? Иә. Көрінді. Сәлеметсіздер ме тағы да, құрметті әріптестер. Менің аты-жөнім Жүнісова Венера Думанқызы, логистика және көлік академиясының Алматы колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы боламын. Магистр филологических наук және де жоғары санатты оқытушы болып табыламын. Мен енді бүгінгі вебинарда қазақ тілі атты авторлық бағдарламамен сіздермен жаңағы тәжірибеммен бөліспекпін. Бұл жерде қазақ тілі жалпы орта білім беретін жаратылыстану математикалық бағытына арналған әдістемелік оқулық болып табылады. Жалпылама студенттерге, колледждің студенттеріне арналады. Оқулықта студенттердің жаңағы ой өрісін кеңейтуге, алған білімдерін өмірде қолдана білуге машықтандыру, сонымен бірге
ізденісті шығармашылықпен жұмыс істеу білу қажеттіліктерін байланысты тапсырмалар қамтылып отыр. Ары қарай айтатын болсақ, жалпы мақсаты бұл оқулықтың студенттерді сауаттылыққа үйрету, арттыру, тіл байлықтарын жетілдіру және сөздік қорларын байыту болып табылады. Енді бұл жерде сіздерге жаңағы оқулықтың сыртқы мұқабасы беріліп тұр. Және де қазақ тілі бұл енді әлемдегі 6000-ға жуық тілдердің ішінде тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы жағынан алдыңғы қатарда орын алатын тіл. Сондай-ақ ол дүние жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан 600 тілдің және мемлекеттік мәртебеге ие 200 тілдің қатарында тұр. Осындай тілдің мұрагері болу, енді бұл біздің грамматикалық құрылым мен тіл байлығын көтеру үлкен жетістік деп білеміз. Пікір білдірген біз жаңа оқулыққа Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қазақ тіл білімі теориясы және әдістемелік кафедрасының профессоры, міндетін атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты Отарбекова Жамиля апайымыз болып келеді. Және де екінші пікір білдірген Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті филология институты қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының профессоры Асанбаева болып табылады. Енді ол кісілер өздерінің оң пікірлерін беру арқылы осы әдістемелік оқулықты жалпы білім беретін мектептерде, лицейлерде, гимназияларда не болмаса үйірме жұмыстары ретінде қолдануға ұсыныс беріп отыр, және де басқа да колледждерге таратуға әбден лайық деп танып отыр. Енді ары қарай айтатын болсақ, бұл оқулықта бізде колледждегі мамандықтарға байланысты, яғни темір жол мамандығына, локомотивке байланысты, логистикаға байланысты тапсырмалар іріктелініп жасалынды. Енді басында оқулықтың басында жаңағы жалпы ұлттық құндылықтарымызға, тілімізге тоқталып кеткен тапсырмаларымыз бар. Енді мен өзіміздің осы колледжге байланысты кейбір жаңағы тапсырмалар легіне кезек бергім келіп отыр. Бұл жерде бірінші тапсырма, мына жерде Мұхамеджан Тынышпаев атамыз туралы мәтін берілген. Осы мәтін бойынша ар жағында оқу арқылы тапсырмаларды орындау көзделген. Студенттердің жаңағы өздерінің деңгейлеріне байланысты тапсырмалар жүктелген болатын. Енді ары қарай Түрксіб темір жол құрылысы, паровоздардың шығу тарихы жайлы тапсырмалар, мәтіндер беріліп отыр. Локомотивке байланысты, вагонға байланысты және де әуе көлігі, яғни логистика саласына байланысты да тапсырмалар легі берілген. Бұл жерде енді бірінші айтып кететін нәрсе тілдік студенттердің сөздік қорын байытумен қатар, сондай-ақ жаңағы қазақ тілінің өзекті мәселе болып тұрғандығына байланысты қазіргі таңдағы өз тілімізді жоғалтып алмай, жоғары дәрежеде көтеру мақсатында студенттерді сауаттылыққа баса назар аударып, өздерінің күнделікті өмірде сөз пайымдауларын жоғары дәрежеде, сөз саптауларын жоғары дәрежеде көрсету басты міндет, мақсат болып отыр. Сондай-ақ жаңағы Мұқағали атамыздың сөзі бар ғой, қазақ тілі құдіретім, қасиетім демекші. Осы әдістемелік оқулық арқылы жас ұрпақтың бойына тілге деген құрметті дарыту және сіңіру бұл менің басты міндетім болып отыр. Енді қорытындылай келе, бұл жерде Йоган Гете айтпақшы, кім өз тілін құрметтемесе, оны дамытуға тырыспаса, өз халқының болашағына да немқұрайлы қарайды. Сондықтан да өз ана тілімізді меңгеру арқылы тіліміздің дамуына өз үлесімізді қосу басты міндетіміз деп білемін деп айтқым келеді. Енді мен бірінші рет болғандықтан қысқаша ғана презентациямды, слайдымды дайындадым. Айып етпесіздер. Енді екінші неге кезек берсек слайдқа. Ашылды ма, апайлар, көрініп тұр ма? Жоқ, ашылмады. Жоқ, Венера нұсқалған жоқ әлі.
Енді көрінді ма? Көрінді. Мхм, рахмет. Екінші, бұл менде қазақ тілі әдістемелік нұсқаулық. Жаңа авторлық бағдарлама болған болса, екінші менде әдістемелік нұсқаулық болып табылады. Бұл жерде жалпы қазақ тілі, орыс тілді топтарға арналып құрастырылған әдістемелік нұсқаулық. Бұл жерде енді тілін білмеген түбін білмейді деп Бауыржан Момышұлы айтып кеткендей, жаңағы өз тілімізді кез келген Қазақстанда тұрып жатқан ұлт өкілдері тілге, дінге құрмет көрсете білу қажет деп есептеймін. Және де осыған байланысты өзге ұлт өкілдеріне біздің қазақ тілі қандай сөздік қорының бай екендігін, мол екендігін көрсету мақсатында, және де сөйлей білулеріне азды көпті болса да сөздерді жаттай білуіне септігімді тигізсем деген оймен осы әдістемелік құралды жасадым. Бұл жерде енді нұсқаулықта фонетика, грамматика және сөйлеу әдебі бойынша материалдар қамтылып отыр. Әрбір бөлімнен кейін жаттығулар мен тапсырмалар беріліп отыр. Оларды орындау арқылы студенттердің білімін тексеріп бекіту көзделді. Бұл әдістемелік құралды пайдалана отырып қазақ тілін меңгеруге табысқа жеткізер деген ойдамыз. Енді тағы бір айтып кететін нәрсе, бұл жерде фонетика негіздері, қазақ әліпбиі, фонетиканы оқып үйрену арқылы қазақ тілінде дұрыс сөйлеуге және жазуға студенттерді машықтандыру, дұрыс сөйлеу білуіне, мағынасын өзгертуіне жаңағы әсер ету. Яғни бұл жерде қазақ тілінде бізде басты әріптеріміз бар, жаңағы деген сияқты, о деген сияқты. Осындай әріптерді дұрыс өз орында қолдана білу және айту өте маңызды болып саналады өзге ұлт өкілдеріне. Себебі ол жерде оны дұрыс меңгерпесек, егерде мысал ретінде алатын болсақ, орман деген сөзді алсақ, орман дегенді орыс өзге тілді ұлт өкілдері оны арман деп айтуы мүмкін. Сол жерде енді бұл екі сөздің екі түрлі мағына білдіретіндігін барлығын біз жетік меңгерте білуіміз қажет деп ойлаймын. Яғни дыбысы қазақ тілінде жиі кездесетін дыбыстардың бірі, оны дұрыс айту қазақ тілін үйренудің маңызды бөлігі болып табылады. Енді сөйлеу әдебі, сыпайылық әлемі, енді қазақ халқы сөйлеу әдебін сақтай білген халықпыз, сондықтан сөйлеу әдебінде білген дұрыс деп есептедім. Содан кейін амандасудың өзінің түрлері бар. Қазақ халқында тек қана жалпыға бірдей амандасудың түрі бір бөлек болса, үлкен ата әжелерімізбен амандасудың түрі бір бөлек, жолдас өздеріңмен, құрдас адамдармен амандасудың түрі бір бөлек деген сияқты. Сәлемдесу әдебі бұл қоғамда қалыптасқан сыпайылық нормаларына сәйкес келеді. Ол адамдар арасында қарым-қатынасты жақсартуға септігін тигізеді деген ойдамын. Одан кейін отбасылық құндылықтар. Отбасы ол қасиетті ұғым деп айтамыз, және бұл жердегі отбасының құндылықтары қандай, отбасы туралы әңгімеде не айтылу керек, және осыған байланысты студенттердің жаңағы ой пікірлерін білу мақсатында, ойлау қабілеттерін жақсарту мақсатында берілген тапсырмаларда қарастырылып отыр. Және де дыбыстарының айырмашылықтары мен ұқсастықтары, оны ажырата білу, айтылу ерекшеліктеріне байланысты жаттығуларда осы жерде берілген. Енді қорытындылай келе, бұл тіл рухани қазына ретінде тілді үйрену басты міндет. Дұрыс жеткізе білу, сөйлей білу, ойды анық айта білу, сыпайы бола білу, енді бұның барлығы әрбір адам баласында болуға тиіс қасиеттердің бірі деп есептеймін. Енді тілін білмеген түбін білмейді демекші, қазақ тілі біздің баға жетпес қазынамыз. Оны үйрену, дұрыс сөйлеу және сыпайы болу әрқайсымыздың басты міндетіміз деп айтқым келіп отыр. Сондай-ақ жаңағы бұл әдістемелік нұсқаулық орыс тілді өзге ұлт өкілдеріне арналғандықтан бұл жерде тапсырмалар жеңіл де беріліп ұсынылып отыр. Менде енді бүгінге осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Энер Думан-Онукен. Біздің бүгінгі мына вебинарға жоспарлап қойған барлық баяндамалар, презентациялар жасалды. Енді құрметті әріптестер, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, жалпы мына тыңдалған презентация бойынша солармен бізбен бөліссек бәріміз. Жалпы қазіргі мына жасалған
нұсқаулар және бағдарламалар ол барлығы қазіргі таңда қазіргі талапқа сай жасалды. Әр мұғалім өзінің жабына арнайы пәндер бойынша оқытушылар өздерінің өзгеріп жатыр технология соған байланысты уже осындай әдістемелік нұсқаларды жазып жаңартып олар соны уже әдетке айналдырды. Жаңа Венер Думанның да жұмысын көріп тұрсыздар. Қазақ группасына жасалған авторлық бағдарламамен және орыс группаларына арналған нұсқауы тоже өзінің ерекшеліктері бар өздерінің. Енді осы бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді айтсаңыздар, өздеріңіз сұрақтарыңызды қойсаңыздар, өте жақсы болар еді әріптестер. Әріптестер, біздің 2,5 минут уақытымыз бар. Егерде қазір тағы да шығып кетіп жатсақ, енді тағы шамалы уақытқа жаңағы сілтемемен тағы кіруге сізді сұраймыз. Әзір пока уақытымыз бар, өздерің пікірлеріңізбен бөлісуге шақырамыз сіздерді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біз кеше Бегайдарова Бақытгүл ханыммен бірге трансляция жасағанбыз. Дауысыңыз естілмеді. Мен ашылмын ба? Просить включить. Салтанат Нұрсұлан, сізді естілмей тұрсыз ғой? Бүгінгі мына әріптестеріміз біздің өздерінің білімдерімен, өздерінің орысша айтқанда опыт дейді ғой, бөлісіп жатыр. Көп нәрсені алдық. Біз енді арнайы пәндер болғаннан кейін мына жерде жаңа Маженова ханымның жасаған трансляциясы өте жақсы, мағыналы бір не болды. Маған ұнады. Енді өзіміз әлгі родственная связь дейді ғой бізде. Автоматик кішкене бөлек мамандыққа қарағанда осы жаңағы айтып өткен өзінің авторский работасы кішкене өзіме жақын болды. Рахмет көп, алар нәрселеріміз көп болды. Тәжірибемен бөліскендеріңізге мың алғыс. Болашақта арғартай бірлесіп жұмыс істейміз деген үміттемін. Рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет, әріптестер. Ойларымен бөліссеңіздер өздеріңіз. Айгүл Касеновна. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр. Мен енді мына кәсіптік оқытушылардың кәсібилік жағынан өздерінің мамандықтарына байланысты айтып жатқанына енді мен ештеңе айта алмаймын. Әріптестер? Сөйлеуге рұқсат берген. Алмат Касеновна, да? Мен естіліп тұрмын ба? Естіп тұрса, кешіріңіздер, мен шығып қалдым, қайтадан қосылып жатырмын. Рахмет. Мен енді мына кәсіптік жағынан емес, жалпы білім беру жағына Венера Думанқызының нұсқаулығы бойынша жалпы бүгінгі таңда осындай, былайша айтқанда ғылыми жұмыстар деп айтуға да болады енді, өйткені бұның өзі үлкен уақытты талап ететін дүниелер. Менің ойымша Венераның қазақ тіліне жазған нұсқаулық әдістемесі өте жақсы деп ойлаймын, өйткені орыс топтарындағы қазақ тіліне нақтылық бар, түсінікті. Оның үстіне әсіресе бүгінгі таңдағы жастар үшін өте қажетті дүние деп ойлаймын.
және де қазақ тілін үйренемін деушілер үшін өте жеңіл түрде жасалған, түсінікті. Ал енді авторлық бағдарламасына келетін болсақ, ол жерде де енді Айгүл Касеновна, айта беріңіз. естіліп тұрмын ба? Естіліп тұр, аха. Енді ол жерде де Венераның өзінің еңбегі көрініп тұр. Өзінің барлық білген бойындағы дүниелермен бөліскен. Бірақ мен айтар едім, тағы да кішкене әлі де болсын енгізетін дүниелер бар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де жұмысы жақсы, әдістемелік нұсқаулығы маған өте қатты ұнады. Болашақта сабақ беру барысында да бір-бірімізден алысып, жаңағы бөлісуге болатын дүниелер бар екенін айта аламын. Рахмет үлкен, Айгүл Касеновна. Әріптестер. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінен директордың оқу әдістемелік жұмысы бойынша орынбасарымын, Алтынай Жүнісбековна. Енді педагогикалық тәжірибені тарату бойынша вебинар болғандықтан хабар келіп жеткенге қатыстық. Себебі бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек. Солай ғой, бір-біріміздің тәжірибемізді бөлісуіміз керек деген мақсатпен жаңа мен осы жұмыстарды қарап шықтым, тыңдап отырдым. Енді бірінші тыңдаған оқу құралы Шарипа Аратбековнанікі. Бұл кісі тәжірибелі арнайы пән оқытушысы. Тақырыбы да өте теледидар негіздері дейді, бүгінгі күнгі өзекті тақырыптардың бірі. Үлкен оқу құралы екен. Оқу құралы болсын, әдістемелік нұсқаулық болсын, колледж оқыту студенттеріне өте қажет. Себебі біз жоғары оқу орнының оқулықтарын пайдаланамыз, әртүрлі әдеби кітаптарды пайдаланамыз ғой. Осылай жинақланып оқу құралдары артық етпейді. Бүгін күннің талабы болып жатыр. Екінші Венера Думановнаның әдістемелік нұсқаулығын және авторлық бағдарлама бойынша дайындаған материалын тыңдап шықтым. Енді мен бұл саладағы маман емеспін, енді оқу әдістемелік жұмыс болғандықтан бұл кісілердің жұмыстары жақсы, ары қарай жалғасын табады және күнделікті сабақ барысында тәжірибеде қолданылады деп ойлаймын. Жаңа әріптесіміз айтып жатыр, бір-бірімізбен алмассақ, пайдалансақ дейді. Әрине, мақсат сол ғой. Бір-біріміздің тәжірибемізді пайдалану, тарату дегендей. Бұл енді тарату мақсатында болып отырғандықтан, бұл енді ортақ жұмыс. Сондықтан жұмыстарыңыз ұнады. Ары қарай да жалғасын тапсын, сіздерге сәттілік. Рахмет. Рахмет үлкен, Алтынай Жүнісбековна. Әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар ма? Мен Саркеева Гүлнара Тоқайқызы, Алматы техника-экономикалық қатынастар колледжінің тарих пән оқытушысы болам, жалпы білім беру бойынша. Сіздердің жаңағы вебинарларыңызға қатысып отырмын. Барлығы өте жақсы. Әріптестеріміз өздерінің жаңағы әдістемелік нұсқаулықтармен, авторлық бағдарламалармен таныстырып өтті, айтып өтті. Мына жерде мен көбінесе жаңағы атап өткім келеді. Спец мамандық бойынша, жалпы арнайы пән бойынша жаңағы автоматика, телемеханика және теміржол көлігінде қозғалысты басқару мамандығының ұстаздарына ерекше атап өткім келеді. Оның ішінде Бегайдарова Бақтығұл Нұрлыбекқызы, Мөлдір Мұратқызы және Азат Қайратұлының жаңағы өздерінің әдістемелік нұсқаулықтары, бұл жерде өздері жаңағы жан-жақты дайындалып, бірігіп отырып әдістемелік нұсқаулық жасаған екен. Яғни арнайы пән бойынша болашақ теміржол саласында жұмыс істейтін жаңағы шәкірттерімізді, ұрпақтарымызды осындай әдістемелік нұсқаулар арқылы өздерінің жаңағы сабақтарын жетік ары қарай меңгеріп, студенттердің пайдалану керектігін көрсетіпті. Және бізге де осы әдістемелік нұсқаулықты бір-бірімізбен жаңағы тәжірибе алмасу мақсатында жасап, көрсетіп, дайындап қорғап берді. Сіздерге көп-көп рахмет. Өте жақсы болды. Екі тілде де қорғадыңыздар, қазақ тілінде де, орыс тілінде де жаңағы әдістемелік нұсқаулықтарыңыз өте жақсы жасалған деп ойлаймын. Көп-көп рахмет сіздерге. Және атап өткім келеді,
қазақ тілін мамандығының ұстазы Венера Думанқызының да өзінің авторлық бағдарламасын және әдістемелік нұсқаулықтарын да қорғады, көрсете білді бізге. Көп рахмет. Өте жақсы сапалы дүние жасап көрсеткен екенсіздер. Сіздерге көп рахмет. Сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен Гүлнар Тоқаевна. Әріптестер, тағы өз пікірін айтатын оқытушылар болса, өзін сұрақтар қоятын болса, әлде де сұрақтар болса. Әріптестер, осымен онда өзіміздің вебинардың жұмысын аяқтаймыз ба? Басқа сөйлейім деген әріптестер бар ма екен? Енді мен ойлаймын, осы бүгінгі вебинарда бөліскен тәжірибе бойынша әлде де кездесіп толықтырып, барлық тәжірибені жылдан жылға толықтыратын, вообще тәжірибе ол жылдан жылға толықтыра береді, копилкаға бәрі салына береді, сосын осылай нұсқау болып шығарады, авторлық бағдарлама қылып шығарылады, соның бәрін бөлісіп, бір-бірімізбен өзіміздің тәжірибемізді бөлісу, соны бір әдіске айналдыру керек сияқты. Колледж арасында да тығыз байланыстар болса, ол кезде барлық өзіміз көп пайда болады деп ойлаймын өзімізге. Сол бүгінгі енді үлкен рахмет сіздерге, өздерің уақыттарыңызды бөліп, біздің вебинарға қатысып, өздерің пікірлеріңізді айтып, өте жақсы пікірлер, өздерің нақты ойларыңызды айтып, біздің ойлаймын, біздің әріптестер, бүгінгі тәжірибемен бөліскен әріптестер де барлық сіздің айтқандарыңызды ары қарай жалғастырып, сол өздерінің жұмыстарында осы жалғасын табады деп. Үлкен рахмет, барлықтарыңызға сәттілік. Тек жақсылықта кездесейік. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп рахмет. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.